Қайырлы кеш, кезекті кино талқымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі талқылайтын фильміміз режиссер Шәкен Аймановтың Атамекен фильмі, 66 жылы түсірілген, сценарий авторы Олжас Сүлеймен. Біз бұған дейінгі талқылаған фильмдерімізде мұндай бір үрдісті байқадық. Бәрібірде таңдалған 10 фильміміздің өзі көбісі кеңес кезінде түсірілген фильмдер. Тәуелсіздіктен кейін біз жаңа заманда кезеңде қайта қараған кезде мынандай бір ұғымдар алдымыздан шыға берді. Ол колониализм, постколониализм, болмаса отарсыздану, немесе ұлт ұғымы деген сияқты. Бәрібірде біз талқылаудан кейін өзара сөйлескенде ойладық, бәрібір бағытта талқыланып жатқан жоқ па деп. Бірақ қарасақ, бұл заңды нәрсе сияқты. Себебі бұл жобаның өзінің басындағы мақсаты сол болған, жаңа көзқараспен қайтадан қарау. Әрі сол арқылы бүгінгі қоғамды да түсіну, өткенді талқылай отырып бүгінгі қоғамды түсіну деген. Атамекенді қайта қарап отырсақ, өткенде Молдияр өзіңізбен сөйлескенде де шет жағасын айттық. Сіздің диссертацияңыздың тақырыбы да қазақ киносының ұлттық мемлекет құру үрдісіндегі рөлі деп зерттеуіңіз бар. Әрі сол әңгімеде Атамекен фильмінің осы бағытта үлкен рөлі бар екенін айтып қалдыңыз. Әңгімемізді содан бастасақ. Әрине Атамекен фильмі жалпы қазақ киносының тарихындағы үлкен орны бар. Сонымен қатар Айманов режиссурасындағы жалпы фильмографиясында орны ерекше. Осы ерекшелікті ұлттық мемлекет құру болмаса ұлт мәселесі тұрғысынан бастап талқыласақ. Ойларыңызбен бөлісіп. Қайырлы кеш. Атамекен фильмі расында да Шәкен Аймановтың бас туындысы деп айтсақ болады. Жаңағы шедевр дейді ғой. Шедеврі қазақ киносына қосқан үлесі мол, әрине, бірақ Атамекеннің жаңағы орны ерекше. Десек те өте қызық. Атамекенді мен көбінесе адамдардан сұраймын, мысалы үшін қай фильмді жақсы көресің қазақ киносынан деген кезде көп адам біле бермейді. Тек өнер саласындағы, кино саласындағы адамдар әрине жаңағы біледі, бірақ жай қарапайым адамға сұраған кезде біле бермейді. Бірақ жаңағы репликаларды айтатын болсам, «Мен ақмақ» деген фильм бар ғой деген кезде, иә деген сондай бірден біліп жатады. Ол да өте қызық. Расында да мен ең алғаш көрген кезім бала кезім тұғым, және фильмнің ең маған қызық жері сол жер еді. «Мен ақмақ, мен ақмақ» деп айғайлайтын жер еді. Десек те кейін өнерменен жаңағы ішінара таныса жүріп, бұл Атамекен фильмінің өте маңызды екенін байқадым. Қазақ киносындағы мен үшін ең жаңағы күшті фильм, ең үздік фильм осы Атамекен. Әрине бұл менің өзімнің субъектив көзқарасым. Ал енді жаңағы мәселеге келетін болсақ, ұлт мемлекет құру кезеңіндегі кинематографияның рөлі мәселесіне келетін болсақ, 60-шы жылдар өте маңызды жылдар деп ойлаймын. Мен бұрында мынау қазақ ұлтшылдығының тарихын тотал алатын тұғым, бір бүтіндей сезінетін тұғым, бүтіндей оқуға тырысатын тұғымын. Сол жаңағы 19 ғасырдың екінші жартысынан бастау алып, 20 ғасырдың басыменен жандана түскен, әсіресе жаңағы бірінші дүниежүзі соғысынан кейін су бетіне шығып, тіпті жаңағы Алашорда сияқты үкімет құра аларлықтай бір идеологияға айналған, сол жақтан бізге қарата келген бір жаңағы толқын ретінде сезінетін тұғымын. Докторлық диссертациямда да теориялық негізін салған кезімде солай қолға алдым. Бірақ қазір бұл көзқарасыма аздап сын көзбен қарап жүрмін. Қазір бір екі толқын бар сияқты. Екі толқын жаңағы ұлтшылдықтың, қазақ ұлтшылдығының екі кезеңі бар сияқты. Бірінші кезең бұл мынау
бағанағы анау жадид әрекеттері арқылы қалыптасып 19 ғасырдың соңында Ыбырай Алтынсариндердің қазақ мектебі ашып, қазақ балаларын мен қыздарын, ұлдары мен қыздарын мектепке шақырып, осылайша білім үйретіп, артынша олардың бір ұлттық кімдікті қалыптастырулары, немесе ұлттық кімдік, ұлттық belonging дейміз, сонымен қатар identity бар, еще сонымен қатар belonging деген тиесілік, яғни өздерінің кімге тиесілі екенін, өздерінің кім екенін ойлай бастаған және оны қалыптастыра бастаған бірінші кезең. Одан кейін бұл кезеңді қалыптастырған адамдардың көбі 30-шы жылдары репрессияға ұшырады, қысымға ұшырады, өлтірілді, сотталды деген сияқты. Екінші толқын ұлтшылдық бұл 1960-шы жылдар. Бірінші толқын ұлтшылдық өте модерн ұлтшылдық еді, расында да батыстық сипаттағы модерн ұлтшылдық еді. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз азаматтыққа акцент жасау, белгілі бір шекараға акцент жасау, тілге акцент жасау, және сонымен қатар бұл ұлттық қалыптастыратын элементтер дейміз ба? Ұлттық қалыптастыратын бұл әйел, еркек, бала мәселесінде тең көзбен қарау мәселесі бар. Бірінші толқын ұлтшылдықта. Ал екінші толқын ұлтшылдық болса біраз өзгешелеу. Бұл жерде өте қызық антитоталитар бір сипатқа ие. Атамекен фильмінен де көреміз. Атамекен фильмі негізінде антиколониалист бір фильм деп оқуға болады. Психологиялық бір фильм, өте қызық. Осы фильмге дайындала отырып, мына нәрсені формуляцияладым. Кинода форма деген нәрсе бар. Бұл форма дегеніміз киноны кино ететін техниканың жасайтын нәрсесі. Бұл пландар, ракурстар, музыкасы, монтажы, сценарий деген сияқты. Бұл фильмде өте қызық. Бас пландары өте көп кездеседі. Бас пландары өте көп кездеседі, және қазақ киносында бас пландары өте аз кездеседі. Бірақ дәл осы фильмде оператор да, режиссер да қорықпаған, адамдардың тікелей басын алған. Үлкен экраннан адамның басын көру дегеніміз не? Ол психологиясын анализ жасау деген сөз. Мимикаларын, сезімдерін көру деген сөз. Және бұны неге айтып отыр? Мына нәрсеге байланыстырғым келіп отыр. Бұл фильмде расында да травмалардың фильмі. Үш травманы алға тартады. Бұл колониализм, отаршылдық. Екіншісі ұлы отан соғысы. Үшіншісі Кавказдан депортация. Үшінші травма, қоғамдық травма, депортация. Және бұл екінші толқын ұлтшылдықта осы деколониализм емес, антиколониализм сарыны бар. Отаршылдыққа өнер арқылы қарсы тұру, өнер арқылы бір нәрсе жасау. Және өте қызық, сол тоталитар жүйеге қарсы шыға отырып, тоталитар бір ұлтшылдықты қалыптастырған. Бұл өте қызықты нәрсе. Бәлкім сол заманның рухы шығар. Яғни тоталитаризмге қарсы шығасың, бірақ қалыптастырған идеологияң, ұлтшылдық идеологияң да тоталитар бір ұлтшылдық. Бұл ұлтшылдықта балалар өте аз. Балалардың оншақты көп орны жоқ. Бар болса да ұл балалар көбінесе. Әйелдерге де біраз не жоқ. Жаңағы еркек
әдеттердің алға, патриархал көзқарастың алға шыққан ұлтшылдығы, және біз өте қызық, мына 90 жылдары тәуелсіздік алған кезімізде, бір ұлтшылдық идеологиясын қалыптастырған кезімізде, бұл идеологияны Алаш Ордадан емес, осы 60 жылдарда қалыптасқан идеологиядан алдық, ұлтшылдық идеологиясынан алдық. Бұлар жаңағы әрине Есенберлиндер, Шәкен Аймановтар, сол 60 жылдардағы зиялы қауым. Қайсы бірінің еңбегін алсақ та, өздеріңізде жаңағыдай көресіздер. Мысал үшін, бірінші толқын ұлтшылдардағы еңбектерінде әйел теңдігі өте жаңағы бір акцент жасалған болса, екінші толқын ұлтшылдарда жер, жаңағы атамекен, тіл, тіпті жаңағы неғылу, мынау қазір кездегі айтылып жүрген нәрсе жаңағы анау тақиялы періштеде көрдік па, көрген жоқпыз ба бұл неде? Жоқ, бұл тізімде жоқ тақиялы періште. Жоқ, тақиялы періштеде естеріңізде ма жаңағы ана неге операға барады, балетке барады, сөйтіп ойбай жаңағы балет билейтін қыздан жаңағы әйел болмайды, билейтін қыздан әйел болмайды, оқыған қыздан, Женпида оқып жүрген білімді қыздардан әйел болмайды. Кімнен әйел болады? Жаңағы ауылдан келген, киоскіде жұмыс істейтін. Яғни сол қазіргі кездегі біздің ұлтшылдық неміз, көзқарастарымыздың қалыптасқан кезеңі сол 60-шы жылдар. Оны түсінуге болады, әрине, өйткені ол жерде қайталап айтам, жаңағы уже Советтер одағының бір несі бар, жаңағы тоталитар жүйесі бар, бір шабуылы бар. Бұл шабуылға бір жауап ретінде қалыптасқан бір идеология. Сондықтан да Атамекен фильмі бұл 60 жылдардағы ұлтшылдық идеологиясын қалыптастырған басты туындылардың бірі деп баға берем. Әсет аға, сіздің осы тақырыпқа пікіріңіз? Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Баршаңызды көргеніме қуаныштымын. Енді Атамекен фильмі біздің балалық шақта жиі көрген киноларымыздың бірі. Енді оған байланысты әртүрлі сезім болуы мүмкін. Әсіресе балалық кезімізде Мәкең Молдияр мырза айтқандай, көбіне көп жаңағы мен ақмақпын деген нәрселер есімізде қалатын болса, мына бозбала шаққа қарай көрген кезде бір далаға, елге деген сағыныш сарынын, соның табын байқауға болады. Және де Әлекеңмен хабарласқан кезде де айттым, Шәкен Аймановтың фильмдердің көбісінде сол бір туған жерге, отанға, елге, ұлтқа, жерге деген сол ұлттық болмысқа деген бір сағыныш, оның қандай фильмнен болсын есіп тұратын, сол сарын бар екендігін көруге болады. Тіпті анау Трансбір экспрессінің өзінде де мәселен сондай бір элементтер бар. Енді бұл шығарманы, бұл шығарма. Содан кейін Мәкең дұрыс айтты. Бұл қай жағынан алған кезде де бұны бір тұңғыш деп айтуға болады. Тұңғыш, өйткені бұл терең бір иірімдерге құрылған фильм. Екінші жағынан бұл философиялық трактат. Шын мәнінде мен енді өнер танудың мәселелерін зерделемеймін, бірақ Шәкен Аймановтың фильміндегі философиялық иірімдерді, негізгі ұғымдарды зерделеп жүрген зерттеушілер бар ма білмеймін, бірақ бұл өзі бөлек тақырыпқа сұранып тұрған дүние, зерттелу керек. Сонымен қатар Шәкен Айманов сол өз замандастарынан, егер сол кезеңдегі әлемдік кинематографияны қарайтын болсаңыз, бір кем қалмайтын режиссер екендігін көруге болады. Терең. Бірақ мәселен
кинематографиядағы Гадарды философ деп айтады ғой. Бірақ Шәкен Аймановтың ол проблемасы басқа, өзге. Өйткені ол бір еркін кеңістікте жүзіп жүрген, сол бір сол тұрғыдағы философиялық мәселелер ғана емес, сонымен қатар онда сол жаңағы ұлттық танымға, ұлттық болмысқа, ұлт тағдырына қатысты дүниелер бар. Әрине, жалпы сондай бір жаһандық, бүкіл адамзаттық философиялық мәселеде, мәселен археолог ғалым мен қазақ ақсақалының екеуінің арасындағы сұхбаттарда ол көрініс береді. Бірақ негізгі планға сол ұлттың тағдыры, ұлттың болмысы шығады. Келесі тағы бір мәселе, бұнда біз қарастыратын кейбір зерттеушілер бұны жылымық кезеңімен байланыстырады. Бірақ мен бұған толықтай келіспес едім. Неге? Өйткені қазақ ойшылдарының, қазақ азаматының күресі ол тоқталған жоқ. Егер сол жылымық оған серпін берді десек, онда тұтастай ұлттық болмысынан айырылып қалған болатын еді. Ол болған жоқ. Олар күресті. Неге Мұхтар Әуезов 30 жылдардан бастап Абай жолын жазды? Қанша рет маңдайы тасқа тисе де, соны ол қырылып, жонылса да, әйтеуір жарыққа шығаруға тырысты. Неге Бекмаханов, Кенесары өзінің бабасының, бүкіл қазақтың ең соңғы қаны, Кенесары ханның жорығын, соның жолын неге зерделеді? Неге Қайым Мұхамедханов, Мұхтар Әуезовтың шәкірті Абай мектебін алдыға тартып зерделеді? Неге Бейсенбай Кенжебаев әдебиетті сонау бағзыдағы ескідегі тамырларына барып қайтадан жалғап, соның нәрін бүкіл қоғамға, мәдениетке, тек әдебиетке ғана емес, шашқысы келді? Біз осы жағына да бір мән беру керекпіз. Шәкен Айманов осы тұрғыдағы, осы интеллектуалдардың қатарындағы адам. Ол бірақ осы мәселелерді кино әлеміне алып келді. Және де бұны қарапайым әзілге құрылған оның алдар көсесінен де, тақиялы періштесінің ішінен де тауып аласыз осы мәселелерді. Бұл сондай қызық нәрсе. Яғни Шәкен Айманов шығармашылық тұтас концепциясы деп айтуға болады. Мынандай нәрсе бар да, өте қызық. Мысалы үшін фильмнің бірнеше жерінде пойыздың үстінде кетіп бара жатқан шешеннің көлеңкесін көреміз. Бұл да өткен шақтың көлеңкесі сияқты да, жаңағы. Мынау үш не бар дедік қой, жаңағы травма, өте үлкен қоғамдық травма, соғыс, отар болу және депортация. Сол үшеуінің бір көлеңкесі сияқты үнемі жаңағы параллель, яғни бізді тастамай, біздің жанымызда жүр мынау өткен шақтың жаңа не дейміз, елесі деген сияқты. Бұл тұрғыдан қарап болсақ, алғашқы антиколониалист фильм. Сонымен қатар кімдікті іздеу бар бұл фильмде. Яғни өте қызық, біз көбінесе заманауи қазір кезек зерттеушілер тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанда кімдік қалыптастыру политикаларын зерттейді да, құдды бір кімдік сол 90 жылдардан бастап қалыптастырыла бастаған сияқты бір иллюзияны не қылады, алға тартады. Мына фильмнен көреміз, бір кімдік іздеу бар. Біз кімбіз, неміз, не істеп жүрміз деген сияқты. И бұл жерде Айманов пен Сүлейменов жаңағы антиколониалист әрі кімдік ізденіс бойынша қалыптастырған дискурстарын әрі батыл тілде алға тартады, әрі рационал түрде іске асырады. Мысалы, былай дейтін сияқты да, антиколониалист болған жақсы, алайда өзіңді тану үшін ғылым керек. Антиколониалист болған жақсы, бірақ өзіңді тану үшін ғылым керек. Тіпті бұл ғылым отарлаушының ғылымы болса да, оны алуға міндеттісің. Егер ғылымға ие болмасаң, өзіңді ошақтың кірпіші ретінде өртеп жіберуі мүмкін. Анау, сондай бір фильмде бір сол сатма бар. Кім баян бір кірпішті әкеліп, жаңағы ошақтың астына қойып қояды. Оны жаңағы Ресейден келген ғалымдар тауып, ойбай бұл өте үлкен тарихи қала деп не қылады. Сонымен қатар
екі шалдың жаңағы Әсет мырзаның айтып өткендей қазақ ата мен археологтың айтысы өте екі бөлек өркениеттің өмір философиясының айтысына ұласады негізінде. Мәзілмен болса да жеткізіледі, және екеуі де бұл айтыста жеңіледі. Егер байқайтын болсаңыздар, фильмнің тұтасынан қарайтын болсақ, анау археолог айтады, бұл жер бүткіл адамдікі дейді. Фильмнің соңында да ата баласының сүйегін әкелмейді. Сол жерде қалдырады. Бүткіл жер сонда біз ортақ деп. Және сонымен қатар екеуі де ұтады. Археологта иә біздің атамекеннің негізгі кейіпкер ата жайында өте не ой айтады, жаңағы бір қызғана отырып, қызға отырып бір ой айтады. Осылайша екеуі де бір жеңілгендей болады, екі мәдениет айтыста, екі өркениет, екеуі де ұтқандай болады. Ленинді сипаттау өте қызықты. Ленинді бір культ ретінде сипаттамайды. Тілі күрмелетін интроверт, яғни адам баласына тән кемшіліктер арқылы сипатталады. Ол кезеңде олай сипатталу мен ойымша өте қиын нәрсе. Мен енді қайта құру кезеңінің баласымын, сондықтан да білем, яғни олай айтудың сол кездің өзінде, яғни советтердің соңғы кезеңдерінің өзінде Ленинге қарсы осындай бір ой айту, Ленин жайында ой айту үшін өте үлкен батыл жүрегіңіз болу керек еді. Ал бірақ 60-шы жылдар жаңағы совет социализмінің ең жаңағы дүркіреп тұрған кезеңінде осы нәрсені айту өте үлкен батылдық. Жаңағы Молдияр сіздің сөзіңіздегі ғылым отарлаушынікі болса да дедіңіз, менде мұндай бір ой болды фильмді қарап отырғанда, қазірде сіздің сөзіңізге байланысты сол ойым қайта шығып жатыр. Археолог ол отарлаушы ма? Себебі фильмде көп этностарды көрсетеді. Яғни ол өзінің тарихын айтқанда, мен Германияда тұрдым, сосын Ресейге келдім, сосын тағы қайда бардым, бірнеше елді айтады. Яғни ол бір тұтас жердің, бұл тұтас бәрімізге ортақ деген сияқты. Яғни ол отарлаушының уәкілі ме? Менше авторлар да бұл жерде бір бейтарап нені беріп отырған сияқты. Яғни ғылым отарлаушыныкі емес, бұл жерде бір бейтарап бәрімізге ортақ, керісінше сол кімдікті іздеуге деген. Иә, өте дұрыс айтып отырған болуыңыз мүмкін. Бірақ мына жағдайда бар да, ол адам осы жердің тарихының басын алып бара жатқан өзімен бірге адам. Яғни сондықтан да иә, бір отарлаушы да кімдігі бар, сонымен қатар ақ нәсілді несі де бар, кімдігі де бар. Ориенталист ретінде. Сонымен қатар осы жерді зерттеген адам ретінде. Сонан соң өте қызықты нәрсе, 65 жылы грузиялық режиссер Резо Чхейдзе және сценарист Сулико Джигентимен бірге «Отец солдата» деген фильм түсіріледі. Ол жерде де әке мынау ұлын соғысқа іздеп барады. Ұлын іздеп соғысқа кетеді. Сөйтіп ол да солдат болып ең соңында соғысып кетеді. Өте керемет бір фильм. Екеуінің жаңа желілер бір-біріне ұқсас. Мынаны айтқым келіп отыр. Біз әлі күнге дейін екінші дүние соғысын сипаттаған кезде ұлы отан соғысы деп сипаттап жатамыз. 9 мамыр жақындаған кезде. Сол кезде, мысалы үшін осы Чхейдзе менен Айманов бұның ұлы отан соғысы емес екен айтқан сияқты. Егер ұлы отан соғысы болатын болса, онда екі әке де ұлдарын іздеп бармас еді. Өйткені отан дегеніміз топырақ, топырақ дегеніміз сенің туған жерің. Ал неге бұл екеуі жаңағы ұлдарының сүйектерін әкелуге кетті? Біреуі ұлын іздеп кетті тіпті сағыныштан. Екіншісі ұлының сүйегін алып кетуге кетті. Сондықтан да бұл тұрғыдан да бір антиколониалист бір сол кезде бір атмосфера қалыптасты ма, әлде бір өте мынандай назар аударарлық жағдайда 60-шы жылдар. Әлде мынау республикалардағы қалай деп айтсам болады, мынау совет идеологиясы арқылы ұлы орыс ұлтшылдығы қалыптасты ғой. Сол ұлы орыс ұлтшылдығына қарсы 60-шы жылдары бір реакция ретінде жаңағы республикалардың ұлтшылдықтары қайтадан бір неғыла бастады ма, оянып,
қата бастады ма жаңағы, нығая бастады ма? Иә, осы тұста мынандай ой келіп жатыр. Мына қазақ киносының тарихы деген оқулық бар. Сонда авторлар Атамекен фильмі туралы мындай көзқарасты айтқан екен. Фильм қалай дейді? Олар бара отырып, финалда мынандай қорытындыға келеді дейді. Фильмнің айтқысы келген идеясы, яғни отан бәрімізге ортақ, ол ұлының сүйегін туған жеріне әкелудің ешқандай маңызы жоқ екенін түсінеді. Яғни бұл зерттеушілердің көзқарасын қарасақ, фильмнің идеясына ол кеңестік идеологияның бір пропагандалық фильм сияқты. Сіздердің ойыңызша фильм солай идеяны көрсетіп тұр ма, әлде жоқ, міндетті түрде сіз айтып отырған екі фильмдегі сияқты әр солдаттың өзінің туған жері бар, отаны бар. Яғни анти-тоталитарлық фильм ба? Сізге ондай сарын көрінбей ме? Бір кеңестік идеологияның пропагандасын? Жоқ, ол жерде менің ойымша жоқ, өйткені қараңыз, отан үшін соғысатын болса, сіздің балаңыз, сіз оның артынан іздеп барасыз ба? Сіз оны құрбандыққа шаласыз негізінде. Сондықтан да, яғни мына Чхейдзенің фильмінде баруы өте проблематик. Екінші жаңағы, егер отан деп білетін болсаңыз, бүткіл Советтер одағын, сіз ұлыңыздың сүйегін алып кетуге барасыз ба? Бармайсыз. Бұл жерде жай жаңағы политкоррект деген нәрсе бар ғой, жаңағы саяси тұрғыдан дұрыс шешім қабылдап, осылайша фильмнің түсірілуін, көрсетілуін іске асыру саясаты бар деп ойлаймын. Шәкен Айманов осылай беруге мәжбүр болды деп ойлаймын. Соның өзінде де негізінде шығатын месседж, хабарлама не сияқты, анау ғалымның айтқан сөз сияқты. Мына жер планетасы бәрімізге ортақ. Яғни қай жерінде де жатсақ та жер адамдікі деген мағына, жаңағы бір жаһандық бір месседж. Екіншісі де жаңағы ұлттық месседж дейміз бе, жаңағы әркім өзінің туған жерінде жату керек деген сияқты, атамекенде жату. Жалпы енді ол кезде Молдияр мырза айтқандай, сол кезеңнің, сол заманның қойып отырған талаптары тұрғысынан түсіндіруі мүмкін. Бірақ саналы жан одан шамамен автордың ойын оқып қояды деп айтуға болады. Бірақ не дегенмен біз әлде біраз дүниеде, біраз кеңістікте әлгі ескі түсіндірмелермен келе жатырмыз. Абай атамыздың өзін советтік кезеңде ресми идеологияның қалай пайдаланғанын біз білеміз. Әрине, одан белгілі бір деңгейде қазір шықтық та, не дегенмен де әлде мынау мектеп оқулықтарынан, содан кейін жалпы бір қалыптасып қалған бір түсініктерде әлде сол орысқа шақыру, орыс тіліне шақыру сияқты ұғым түсініктерін, одан кейінгі эстетиканың танымын алдыға тарта береді. Ал осы тұрғыдан түсіндіретін болсаңыз, бұл сол совет режимінің бүкіл талаптарына сай фильм болып шығу. Солай түсіндірсе егер жаңағылай, солай ұғынуымыз мүмкін. Оны ақтап алатын бір эпизод бар сияқты, екі балам барады ғой, қабір басына ертіп барады бейітін. Сонда бұл бауырлар бейіті дейді. Бұл айтады, қандай бауырлар, яғни бәрі отан үшін соғысты дейді. Екінші сұрағым сол, жалпы қазақ киносы болсын, кеңес киносы болсын, екінші дүниежүзілік соғысты жырлаған фильмдерде көрсеткен. Бұл Атамекен несімен ерекшеленеді деп сұрағым келген еді. Сіз біраз нәрсені түсіндіріп айтқан сияқтыңыз. Егер тағы қосарларыңыз болса осы сұраққа. Себебі фильмнің негізгі тақырыбының өзі екінші соғыс қой. Жалпы екінші дүниежүзілік соғыс туралы фильмдер легі әлі таусылған жоқ. Қазір оған қоса, оған сериалдар да қосылды. Және де қанша жерден ең соңында бір әділеттілік жеңді деген сияқты сипатта аяқталғанымен, бәрібір олардың көбісінде белгілі бір мүдде, идеология соның төңірегінде құрылғандығын көруге болады. Ол бір. Екіншіден,
бәрібір ол жерде бір сол ұлттан да жоғары тұрған бір амбициялар, империяшылдық сана бәрібір көрініс береді. Ал Атамекен фильмі сол соғыс көп уақыт өтпеген ол. Әрине, бір жағынан соғыстың жарасы да жазылмаған кез. Бірақ екінші жағынан ол онда соғыс культі жоқ. Қызық. Соғыс туралы, бірақ тікелей ол айтылмайды. Анау жан жарасы және баласының сүйегін алып келуге бара жатыр. Сол арқылы беріледі. Екінші жағынан ол соғысқа деген тағы да сол философиялық көзқарас тұрғысынан келеді. Бұл қызық, өйткені сол кезеңдегі екінші дүниежүзілік соғысқа қатысты фильмдерді зерттеу керек. Бұл тұрғыдан алған кезде бұл бір жеке тақырып бола алады. Шәкен Айманов бұған қалай келді? Оның сол уақытта қандай фильмдер болды? Тек қана советтік бір кеңістікте ғана емес, батыс әлемінде өзге де, және де Шәкен Аймановтың қандай да бір принципті айырмашылықтары бар ма, ұстастықтары бар ма, және өзгешелігі неде көрініс табады деген бұл жеке бір зерттеу тақырыбы деп санаймын. Қосарыңыз болса. Одан кейін не істейін деп келеміз? Келесі сұраққа көшейін деген. Кинематографиялық ерекшеліктерін айтып. Менің келесі сұрағым келгені ұлттық кино деген ұғым бар. Шәкен Айманов жалпы қазақ киносының тарихында ұлттық режиссураның көбінесе онда Махаббат дастанынан бастайды, бірақ бәрібір де осы фильмнің орны ерекше сияқты. Осы тұрғыдан Атамекеннің фильмін ала отырып, Шәкен Аймановтың ұлттық режиссурадағы ерекшелігін айтып өтсеңіз. Қандай оның киноэстетикасы тұрғысынан? Негізінде ұлттық кино деген ұғым бар, бірақ өте пікірталасқа толы ұғым, өйткені ұлт деген ұғымның өзі пікірталасқа толы. Ұлт деген ұғымның өзі күңгірт негізінде. Біз нені ұлт дейміз, кімді ұлт дейміз? Этниканы ұлт дей аламыз ба? Әлде азаматтық бір-біріменен байланысы бар адамдар ұлт бола ала ма? Деген сияқты теорияда болсын, практикада болсын көптеген пікірталас бар. Және мынандай неменен әйтеуір өзімізді жұбатамыз. Ұлт деген нәрсе ол үнемі өмір бойы қалыптасатын нәрсе. Яғни ешқашан тоқтап қалмайды. Ұлт біз қалыптастық, бүгіннен бастап біз жаңағы қалыптасу кезеңімізді бітірдік деп ешкім айта алмайды. Америкада әлі болса ұлтын қалыптастырып жатыр, Британияда өзінің ұлтын қалыптастырып жатыр, және сол сияқты Қазақстанда, қазақтар да жаңағы ұлтын қалыптастыру процесінде. Сондықтан да осы ұлт деген ұғымның проблемасының нәтижесінде ұлттық кино деген мәселе де тақырып та бір мәселе ретінде алдымыздан тұрады, нақты емес. Мысалы үшін кейбіреулер ұлттық киноны былай деп сипаттайды. Сіздің еліңізде қай фильм көп көріледі дейді. Егер қазақ кино туындылар көп көрілетін болса, онда сіздің еліңізде ұлттық кино бар дейді. Екінші біреулер былай қарайды. Сіздің еліңізде қазақ киносы кино индустриясына қаншалықты ақша қосып жатыр? Экономикалық тұрғыдан қарайды. Егер көп қосып жатса, онда ол жерде ұлттық кино бар дейді. Үшінші біреулер не жақ тұрғыдан қарайды? Біздегі көптеген кең жайылған көзқарас бар. Жаңағы ұлттық тақырыптар, Атамекен тақырыбы, тіл тақырыбы, яғни бұлар дейді осы ұлттық киноны қалыптастыратын элементтер дейді. Бірақ кейбір социологтар айтады, жоқ дейді, бұл жай әлеуметтік проблемалар дейді. Тіл мәселесі болсын, жаңағы басқа да шекара мәселесі болсын, бұл әлеуметтік мәселе дейді. Сондықтан да бұны жаңағы тек қана ұлттық мәселе деп неғыла алмаймыз дейді. Төртінші көзқарас айтады, ұлттық кино дегеніміз дейді, белгілі бір республиканың атын
бүткіл әлемге паш ететін кино фильмдер дейді. Спортшылар сияқты, мысалы үшін олимпиадаға барады, Қазақстанның байрағы көтеріледі. Дәл сол сияқты. Кан кинофестиваліне барады, жүлде алады, осылайша Қазақстанның аты бүткіл әлемге шығады. Олай болатын болса, осы Қазақстанда өндірілген фестивальге барып, жаңағы жүлде алған фильмдер, бұлар ұлттық кино дейді. Сондықтан да ұлттық кино түсінігі өте проблематичный. Енді не тұрғысынан қарайтын болсақ, жаңағы Шәкен Айманов тұрғысынан қарайтын болсақ, біздегі ұлттық кино жаңағы фольклорик бір мағынасы да бар сияқты. Алдар көсе арқылы, Тақиял періште арқылы қарайтын болсақ, жаңағы ұлттық киноға фольклор ғылымдарының жаңағы перспективасынан, терезесінен қарауымызға себеп болған сияқты. Бұл бір жағынан дұрыс, екінші жағынан бізді не қателестіруі мүмкін. Өйткені фольклордың өзі, мысалы үшін, андай не ғой, пікір таласқа толы ғой, мысалы үшін, жаңағы Қара Жорға биі бұл шығыс қазақстандық қазақтардың ұлттық биі. Мысалы үшін, бұл неде Ақтауда бар ма еді дейміз да, ол кезде бұл фольклордың мәселесі, бұл ұлттың мәселесі емес. Бұл фольклорик би, ұлттық би болмауы мүмкін деген сияқты жаңағы ғылыми сұрақты алға тартуға міндетті боламыз. Енді неге келетін болсақ, Атамекен фильмінің кинематографиялық ерекшеліктеріне келетін болсақ, Жол фильмі. Тіпті өте қызық, әлем кинематографиясындағы ең алғашқы жол фильмдерінің бірі. Road movie деген жаңағы жанр бар. Алдымен шыққан кезде жаңағы бір субжанр сияқты шықты, қазір кезде мейнстрим болып кетті. Тіпті әлемдегі ең жақсы көрілетін үздік фильмдер деп санайтын фильмдердің көбісінің қатарында жол фильмдер жатады екен. Жол фильмі дегеніміз не? Деген сұрақты қоятын кезімізде бірінші жол деген не екенін түсініп алуымыз керек. Жол дегеніміз ол құрлықта, ауада, суда бір жерден екінші бір жерге бару үшін жүріп өтілген қашықтық. Жол дегеніміз әсіресе құрлықта адамның немесе жануарлардың өтуі үшін жасалған, немесе өздігінен қалыптасқан жүруге жарамды жер. Сонымен қатар жол дегеніміз көбінесе белгілі бір мекен-жайды екінші немесе одан да көп мекен-жаймен байланыстыру үшін белгілі бір тәртіппен жасалған линия, сызық, кесінді. Сонымен қатар жол дегеніміз белгілі бір мақсатқа жету үшін талпыну, метод, жосық, ұстаным, ереже, жүйе, әдіс, тәсіл, мұрат. Бұлардың бәрінің ортақ тұсы жол дегеніміз орын ауыстыру. Бір жерден екінші бір жерге орын ауыстыру. Яғни үстінен жүріп өтілген саяхат, сапар. Өмірдің дәл өзі жол дегеніміз. Орын ауыстыру дегеніміз, яғни жол адамдар мен қоғамдардың дамуы үшін негізгі фундамент. Сондықтан да болар бұл дүниедегі барлық мәдениет пен өркениет жол мен жолаушы ұғымдарын тұлғаның мына өмірде жеткен жетістіктері, тұлғалық қасиеттері, мінез құлқы мен сезімдерінің қалыптасуын қамтамасыз ететін метафора ретінде суреттейді. Өмір жолы деп жатамыз ғой. Ал енді жол фильмі деген жанрға келсек, жол фильмдері фильмнің негізгі кейіпкері болған адамның немесе адамдардың саяхатын, жолаушы болған кезіндегі өмірін қолға алып көрсететін фильмдер. Жанр ретінде жол фильмдері тікелей және жанама мағынада әртүрлі шекараларды бұзып өтетін, немесе шекараның тысына шығатын фильмдер. Бұл өте қызықты. Барлық жол фильмдерінде осы нәрсе бар. Шекараны бұзу бар. Ол жол фильмі қоғамдық шекараны бұзады, немесе тікелей мағынада шекараны бұзады. Бір елден екінші елге өтеді. Біз Атамекенде қоғамдық шекараны бұзуды көреміз. Жаңағы совет қоғамының шекарасын бұзуды көреміз. Жол фильмі үнемі мына сұрақты өзіне қояды. Қоғамның шекарасын бұзу дегеніміз не дейді? Сөйтеді көрсетеді. Қоғамның шекарасын бұзу дегеніміз осы. Жаңағы травмаларды мен жүздесу, басқа бір мәдениетті көру, басқа бір өркениетті көру. Осылайша кейіпкердің өзгеріске ұшырауы. Бұл фильмде де көреміз, мысалы үшін, бастағы шал мен немере, соңдағы шал мен немере емес. Соңда екеуі әсіресе табысуы, қазір өзімізде фильмде көреміз, жарайды.
Жол фильмдер үшін жол дегеніміз адамның жеке әрі ішкі ағаруына себеп болатын кесінді линия. Жол фильмдері жолаушы болған кейіпкерлерінің физикалық, рухани және эмоциялық тәжірибелерін көрсетеді. Бұл фильмдерде маңызды болған нәрсе жолдың соңындағы мәреге жету емес. Бұл фильмдер үшін маңызды болған нәрсе ол жолаушылықтың өзі. Ол жолаушылық кезінде не болды? Өте қызық, Дэвид Лейдерман деген кинотанушы зерттеуші бар. Соның Driving Visions, Exploring the Road деген кітабы бар. Сода жол фильмдерінің кинематография тұрғысынан инноватив әрі әрекетті камераны көптеп қолданатын байқапты. Расында да бұл фильмде де қазақ киносындағы алғаш рет иыққа асынып алынған камераны көреміз. Мынау шал шешенді пойыздың төбесінен көру үшін неған кезде сондай иыққа асынған камера әрекеттерін көреміз, және осылайша бір субъектив көзқарасты біз шалдың орнында өтеміз. Сонан соң белгілі бір баяндау тәсілі, монтажы мен музыкаға ие болатынын алға тартады, және көбінесе үміті азайған, ашуланшақ мінезі бар адамдар негізгі кейіпкер болады дейді осы жол фильмдерінде. Расында да бұл біздің Атамекенде де ерекшелікті көреміз. Ладерман бұл жанрдағы фильмдердің кейіпкердің өзін қоршаған мәдениетке жат сезінетін, сондықтан да бір ізденіске ұмтылатын алға тартады. Бұл фильмде де расында да шал, ата, яғни жат сезінеді. Неге менің ұлым о жақта жатыр, басқа елде жатыр? Неліктен мына желдегі жатқан адам бас сүйегі бір ғалымның қолында неге инструментке айналу керек? Жат, яғни совет қоғамына, совет түсінігіне, немесе модерн түсінікке, модерн қоғамға жат. Осылайша іздеуге шығады жаңағы ұлының несін. Сондықтан да жол фильмдерінің динамикасы мәдениет сыны екенін айтуға болады дейді Лайдерман. Бұл фильмдерде бір мәдениеттің сыны бар дейді, күнделікті өмірдің сыны бар дейді. Біз неге бұлай өмір сүріп жүрміз деп сұрақ қояды дейді нәтижесінде. Көп сөйлеп кетіп айттыңыз. Жоқ, жақсы, тамаша, жақсы талдау. Студент сияқты дайындалдым бірақ. Ешқандай көп сөйлеп жатқан жоқсыз? Бір ауыз қоссам, Молдияр мырза өте терең талдады. Шын мәнінде осы ең негізгі концептілерінің бірі осы жол мен жолаушы. Бірақ осының өзіне де бір үңілетін болатын болсақ, шын мәнінде жалпы енді қазақ режиссері ғой. Осы сол Молдияр мырза айтқандай сол жолдың өзі мұрат екендігін көрсетеді. Және де шын мәнінде ол аяқталмайды, бітпейді. Кейбіреулер ойлауы мүмкін, жаңағы бауырластар зиратына барған жерден тоқталды деп жоқ. Осы екі үлкен мәселені көрсетеді. Содан кейін, егерде фильмнің қазақшасын көретін болсаңыз, мәселен басында бір-бірін жатсынғанмен, екі қарт кісі, қария кісі, мәселен қазақшасында ең алдымен археолог ғалым шал деп сөйлейді. Ал ең соңында қоштасқан жерін қарасаңыздар, ақсақал дейді. Көрдіңіз ба? Яғни бірін-бірін түсініскен адамдарды көреміз. Олар антипод емес. Артынан бірін-бірін қимай қоштасты. Қызық. Бұл жеке бір талдаудың тақырыбы. Екінші жолаушы, содан кейін сайын дала. Қараңыздаршы, үнемі бір шексіз даланы көрсетіп отырады. Қозғалыста. Содан кейін орыс жеріне кірген кезде орманды дала, бірден, яғни жазық дала, кеңістік, төрт түлік мал, атқа мінген азамат, өмірге жаңадан перзенті сәби келген. Ал содан кейін ақсақалды биік мынау өндіріс ошағының биік трубалардың қасында көрсетеді. Яғни ол жерде
яғни өз болмысын жоғалтып алғандай бір дәрменсіз күйге түскен, оған дейін жаңағы даналықтың үлгісі болған, соның ерекше бір көрінісін берген ақсақалдың бір дәрменсіз күйге түскендей кейпін өз басым сол жерден анау биік сорайған трубалардың жанынан көргендей болдым. Бұл да бір қызық дүние. Содан кейін осы кезеңде Молдияр мырза айтқандай, осы жол бағытында түсірілген фильмдер өте көп. Және де ол жерде де сол өзінің өмір сүріп отырған ортасының, мекенінің сондағы проблемалардың да бір көріністерін көруге болады. Мәселен, одан кейін кезеңде түркиялық күрт режиссердің «Yol» деген фильмін білесіздер. Бірақ ондағы сюжеттер білмеймін енді. Мүмкін сол қоғам қабылдай алатын сюжеттер болуы мүмкін. Ал енді Шәкен Аймановтың эстетикасы туралы сұрақ қойдыңыз, онда биік эстетикасы. Және тағы да қайталап айтқым келеді, терең философиялық иірімдерге құрылған эстетика мен этика барлығын көреміз. Тағы бір. Әрине. Тағы бір нәрсе бар, өте қызық негізінде, бұл енді біздің міндетіміз. Мынау әлем кино тарихында жол фильмдері 69 жылғы Easy Reader деген фильм арқылы неғылады, тарихын бастап алдырады. Ал негізінде оның алдында жаңағы Чхейдзенің фильмі бар, Отец солдата. Одан кейін Атамекен бар. Және біз білмейтін қаншама жол фильмдері болуы мүмкін. Сондықтан да кино тарихының историографиясын өзгертуіміз керек сияқты, әлем киносының тарихының историографиясын. Мен де бір нәрсе қосып кетсем, енді Молдияр мырзамен әлі тоталитар ұлтшылдық дегенді әлі талдармыз. Ол кісіге бұған қандай мән беріп отырғанын мен білмеймін. Ал енді осы санаулы аз ғана уақыттың ішінде мен кейбір зерттеушілерді қарап көрдім. Мәселен, жаңағы ақсақалдың, жаңағы Егордың саланы турағаннан кейін ана пышақты жуғызып, содан кейін сүртеуі бар ғой. Мен одан қандай да бір жат мәдениетке деген жек көрушілікпен білмеймін, ондайды көрмеймін. Өйткені ол бір оның қарапайым дүние деп меніңше қабылдау керек сияқты. Мен Молдияр мырзаның не айтқанын айтқым, бұл жерде әлі де ол кісі егжей-тегжей түсіндірер. Мәселен, мен бір өзім естіген жайт туралы айтқым келеді. Ержігіт мырзаның үлкен нағашы әжесі бар. Сол кісі өмір бойы дін жолында болған, намаз оққан, ал әкесі Ташкент қаласында үлкен поп болған совет заманында. Сол кісі, енді дұрыс мысал ма, оны да білмеймін. Сол кісі үйіне барған кезде өзінің қазан аяғын, ыдыстарын, қасығын, пышағын, жейтін тамағына дейін апарады екен. Барады, әкесіне қызмет етеді, көріседі, сағынышын басады, бірақ бөлек қазаннан ас ішіп, әкесі базардан мынау бауыздап сойылған малдың еті қызым дегеніне қарамай, менің өз тамағым бар деп, сол сағынышын басып, қызметін көрсетіп, ата-анасына сөйтіп қайтады екен. Мен бұдан қандай да бір қайшылық, қарама қайшылық, немесе бір тар ұлтшылдық көрмеймін. Бұл жерде онда қайтадан дұрыс түсіндіріп өтім керек екен. Тоталитар ұлтшылдық концепциямды, ол әлі бір концепция деуге де келмейді. Оны әрі неғылуымыз керек, жетілдіру керек. Ол нәрсені айтып отырған жоқпын. Жаңағы әрбір ұлтшылдық идеология болғаны үшін бір теория. Теория болғаны үшін де идеология, және бұл идеологиялардың компоненттері болады. Мысалы үшін, А деген идеология, ұлтшылдық идеологиясы дейік. Ол ұлтшылдық идеологиясына сұрауымыз керек. Сіз үшін ұлт кім? Екі. Бұл ұлтта қандай компоненттер бар? Құрамында кімдер бар? Әйелдер, еркектер, балалар, кімдер? Және әртүрлі этникалық топтар, рулар. Бұл неде қандай рөл ойнайды?
Үшінші жаңағы тіл мәселесі. Төртінші жаңағы территория мәселесі деген сияқты. Мен соны айтып отырмын. Ал мынау күнделікті өмірдегі біздің мәдени үйреншікті тұрмыс салтымыз ол басқа нәрсе. Жаңағы Шәкен Айманов әсіресе бұны өте керемет көрсете алған. Мынау фильмнің бастауы жаңағы бейіттің басында басталады, артынан намаз оқиды. И намаз оқу рәсімі де өте жаңағы дұрыс көрсеткен. Мысалы үшін анау 90 жылдар түсірілген Абай фильмінде намаз оқу рәсімі бар. Өте басқаша. Ондай емес, яғни расында да білетін адам. Қалай намаз оқылады, қалай не қылады, дәрет алынады деген сияқты. Оны қандай ракурстан түсірген? Бет не пландар өте көп, ракурстар да өте мықты. Одан кейін жаңағы шошқаның несі етіменен кесілген мәселе. Олар өте табиғи Шәкен Аймановта. Ол жерде бір не жоқ, қалай деп айтсам болады, бір қатыгездік, бір жаңағы менсінбеушілік, басқаны өзінен жоғары көрушілік жоқ. Ол жерде жай ғана мәдени айырмашылық бар. Сондықтан да бұл фильмде Шәкен Айманов антрополог көзқарасымен қарап отырып түсірген. Не арқылы емес, жаңағы біз бөлекпіз деген дискурспен емес. Біздің мәдениетіміз басқаша. И плюс сіз өзіңіз айтып өткендей, бұларға арасында бір диалог та қалыптастырған. Ең соңында кетер кезде расында да екі ата жаңа бір-бірін қимай қоштасады. Яғни тоталитар ұлтшылдық деген кезінде мынау балалар мен әйелдерді шеттететін ұлтшылдықты айтып отырмын. Тоталитар ұлтшылдық деген кезде жаңағы бұл жерде тек қана жаңағы не бар? Патриархал көзқарас бар және еркектер бар деген көзқарас. Советтердің тоталитаризмінің несі ерекшелігі не еді? Бұл жерде бәріміз Ленинді жақсы көреміз, бәріміз Сталинге табынамыз және бәріміз жаңағы ұлы орыс мәдениетінің ұлылығын мойындаймыз деген не бар еді. Жаңағы тоталитаризм бар. Яғни репрессив дейміз ғой, жаңағы қысымшыл бір не. Айтып отырған нәрсем де сол, жаңағы 60-шы жылдардағы біздің ұлтшылдарымыз бұл қысымшыл жүйеге қарсы шыға отырып, қысымшыл бір ұлтшылдықты қалыптастырды. Оның себебі бейсаналық түрде де болуы мүмкін, өйткені сол кездегі саяси, идеологиялық нәрсе әсер еткен болуы мүмкін. Яғни қысым-қысымды тудырады ғой, білесіздер. Анау Фройдтың айтқан сияқты жаңағы репрессиялық нәрсе, репрессивті нәрсені тудырады дегендей. Енді түсініктірек болған сияқты, мен Молдияр мырзаның ашылғанын қалаған едім, өйткені кейбір зерттеулерде дәл осы бір сюжеттерді, осы қарапайым эпизодтарды жоғары дәрежеге көтеріп, содан бір үлкен бір қарама қайшылықтарды жасағысы келеді. Шын мәнінде, осыған біз мән беру керекпіз. Содан кейін бұл фильм қазіргі кезде тіпті актуал. Актуал болатыны қазіргі геосаяси жағдайлар болып жатқан, біз тағы да тоталитар ұлтшылдықпен бетпе-бет келіп отырмыз. Және де соның бір жаһандық деңгейінде бұл осы тұрғыдағы біздің ізденістерімізді ары қарай жалғастыру қажет екенін көрсетеді. Енді авторлар бейсаналы түрде нені жасады, ол да бөлек бір зерттеу тақырыбы шығар, бірақ символдар өте көп. Оған дұрыс байқағансыз, оны зерттеушілер де атап өтеді. Фильм бастала салғаннан жаңағы қорымдағы арабша жазу, қорымның өзі мәселен қасиетті ежелден сол бір киелі бір символдарға құрылған фильм деп айтуға болады. Жаңағы айтқан жолшылықтың өзі де киелі, көп дүние бар, сондай бір терең символдары бар. Және де бір қызығы, Молдияр мырза айтқандай, сол мен осыған таңғаласыз. Қалай соны бере алды сол уақытта деп. Сол өте қызық, бір таңдандыратын сұрақ.
осыны қалай бере алды деген. Өнердің құдіреті. Өнердің құдіреті деп те айтуға болады. Иә. Біз көп сөйлеп кеттік ау деймін. Иә, уақытымызда біраз жерге барып қалды. Қазір Молдияр дайындап келген тезистерің аяқтаса, мүмкін аудиторияға сұрақ. Сіз жаңа жол фильмдерге ойын жасайтыңыз, параллель етіп, сол жерде есіме түсті, Федерико Феллинидің жол фильмі бар деген, 2004-2006 жылы. Сол жерде тура сіз айтқандай жаңағы қоғамдық шекараны бұзады, жаңағы қыздың артынан түсіп келген сүйіктісін, оның жанындағы өлтіреді. В общем, ол жерде қоғамдық жаңағыдай шекаралар бұзылып тұр да, бірақ мына фильмде сәл кішкене басқа сияқты, ол фильмдегі тура басынан бастап соңына дейін жол болады. Жолда жүрген арбалар, сол сияқты. Осы фильмде дәл сондай да. Бірақ бұл жерге ана жерде жеке адамның травмасы, жеке адамның өзгерісі болса кейіпкерлер. Бұл жерде жеке кейіпкердің өмірінен гөрі, жол деген бізде философиялық мән, ол жерде адам өмірі жатқан шығар. Бірақ мына фильмде жеке адамның өмірінен гөрі бір жүйе сияқты да, қоғам. Өйткені ол жерде жол ғой, сіз айтқандай травмалар өте көп болды, иә. Шешенстаннан Кавказдан келген депортацияланған халықтың өмірі, шалдайда жолдары балаға көрсетпей анау зираттарды мұны да құпап тастайтын шығар. То есть ана жерде фильмнің жол бойында бүкіл қоғамдық кеңестік кездегі травманың бәрін көпсін тұтқан. Адамдар ол жерде жүрген жаңағыдай жоқшылық, оның өзі көп көрінеді. Әсет мырзаға да сізге де сұрағым, мына жолдың несі, мәнісі не? Адам өмірі ма, жаңағы мемлекет пе, әлде басқа бір жаңағы біздің ұлт па, қандай мән бар жолдың ар жағында? Фильмдегі жолдың ар жағында? Осы фильмде. Екеуі де тоғысқан деп айтуға болады. Ақсақалдың немересі ұйықтап жатқан кезде монологы бар ғой. Сенің болашағың, келешегің қалай болады екен деген сарындағы. Соны жеке адам ретінде де бір ұлттық тұрғыда да қоюға болады. Жеке адам ретінде ол шын мәнінде соған бір алаңдаған абыздың бір ішкі толғанысы деп, ал жалпы тұрғыдан алған кезде сол ұлттың алдындағы ұлтым ендігің не болады сенің, біз не істейміз, не істей аламыз, қалай болады екен сенің тағдырың деп. Өйткені өздеріңіз білесіздер, тың игеру, сырттан неше түрлі ұлттар мен ұлыстардың ағылуы Қазақстан жеріне. Оның барлығын қарау керек. Екінші жағынан алған кезде бұл шын мәнінде бір ұлттық сананың көтерілуі, мәселен 30-шы жылдарда әбден жасытты ғой. Коллективизация бар, репрессия бар. Екінші дүниежүзілік соғыс қазақ рухын қайтадан оятып, сахнаға қайтадан алып шықты деп айтуға болады. Өйткені оның мыңдаған жыл қандағы батырлық жаңағы архетипі оянып келді сахнаға. Дәл соғыс культі болмаса да, сол сезімдерді қайғырған әке болса да, соның иірімдерінен, сол контексттен алатын болсаңыз, осыны көруге болады. Меніңше. Тағы сіз содан кейін тағы. Гардиер деген зерттеуші жол фильмдерді екіге бөледі. Біреу дейді тасбақа сияқты дейді, біреу қоян сияқты дейді. Анау танымал ертегі бар ғой, бір қоян бопты, мақтаншақ бопты, жаңағы менен асқан жүрік жоқ бұл әлемде деп мақтанып жүріп, бір күні тасбақа шыдай емей барып айтады, мен жарысайыншы семенен деп. Сөйтіп екеуі жарысады, мәреден шығады, екеуі сөйтіп старттан шығады, сөйтіп қоян жүгіріп осып кетеді да, бір жерге барып, ой, ана тасбақа әлі келем дегенше мен ұйықтап алайын деп ұйықтайды да, тасбақа болса жай барып кімді басып озады. Қоян бір уақытта тұрса, уже тасбақа неге бар жатыр, мәреге бар жатыр, қуып жетем дейді, бірақ жете алмайды. Сөйтіп осылайша қоян кеш қалады. И бұл фильмдерде де, жол фильмдерде де осындай екі түрі бар дейді да. Біреуі дейді
жолаушылар жаңағы фильмдегі жолаушылар неге айналып кетіп қалады дейді, басқа жаққа бұрылып кетеді дейді. Ал біреулер үшін сол жаңағы қоян үшін маршрут маңызды дейді, ал не үшін мәре маңызды дейді, жаңағы соңына финалға жету маңызды дейді. Біздің кейіпкерлерімізде финалға жету маңызды сияқты, және бұл финалда қандай финал? Сіздің айтқан сөзіңізге толықтай келісем. Яғни бір екі ұшты финал. Біреуі дейді, иә, біз өзімізді қалай қорғай аламыз? Жетім сезінеді негізінде. Расында да ата жаңағы анау монологы өте керемет, немересін ойлауы. Ол немере емес негізінде, ұлт қой, халық қой, қоғам қой. Ал екінші несі де ұшуда жаңағы өзгелерді сыйлау, өзгелерді қабылдау, өзгелерді бар санау. Мысал үшін осы депортацияға байланысты бірнеше соңғы жылдар түсірілген бірнеше фильмдерде сахна бар. Ермек Тұрсыновтың бір фильмі «Жатта» ғой деймін, қателеспесем. Сталинге сыйлықта бар. Мынау Тұзды көл жағалауындағы үй ме да? Сода бар. Бұл фильмдерде үнемі қайталанатын бір сахна бар. Назарбаевтың бірінші сериясында бар. Мынандай сахна жаңағы. Бұл байқұстар келеді, содан кейін қазақтар оларға үй береді, жаңағы нам береді, көрпе береді, бір нәрсе береді. Назарбаевтікіне Назарбаев береді. Кішкентай бала бұны не қылады, ақыл етеді, жаңағы әкесі емес, кішкентай бала, жаңағы өте ақылды бала. И осындай бір нарратив бар. Шәкен Аймановта бұл жоқ. Шәкен Аймановта жай ғана бір шешен бар. Өзінің туған елін аңсап бар жатқан. Оның қалай келгені, оның жаңағы қалай бергені маңызды емес. Тек қана кетіп барған кезде анау ақсақал анау археологқа құрт беріп кетеді. Бір жаңағы орамал құрт беріп кетеді. Бірақ оның өзі де көзге батпайды, бір батыртып жасамайды жаңағы. Қараңдар беріп жатырмыз демейді жаңағы. Бірінші Наурызға айналдырмайды. Біздің елімізде бірінші Наурыз алғыс күні ғой жаңағы. Қазақ ретінде мазасызданамын, яғни маған неге рахмет айту керек? Басқа жаңағы. Басқа деген кезде біз оларды қабылдамаған болмаймыз ба? Атамекенде олар басқа емес, бәрі бір ортақ тағдырдың адамдары. Сол ортақ тағдырлыққа да бір акцент беретін сияқты фильмнің соңында. Яғни, мына жер бәрімізге ортақ, бірақ сонымен қатар біздің тағдырымыз не болады? Осы жерде мен де қоса кеткім келеді. Молдияр мырза шешен ақсақалдың бейнесі туралы айтты. Шын мәнінде бұның өзі бір бөлек дүние, және де бір қызығы артық сюжетсіз, артық бір жестерсіз, артық бір мимикасыз, соның өзімен бүкіл трагедияны бере білген. Содан кейін ол жаңағы туннельге кіріп бара жатқаннан кейін құлап өледі ғой. Ақсақалдың содан кейінгі соны іздеп, анау пойыздың төбесіне шыққаннан кейінгі оның жаңағы жыртылған киімдерінің фрагменттері қалғанын көргеннен кейінгі күйін қараңыздаршы. Сұмдық, қасіретті. Бұған дейінгі қабағы ашылмай келе жатқан, онсыз да қайғы қасіретке толы бет әлпетін үнемі экраннан көрсете беретін жаңағы жерде ақсақалдың бет бейнесіне мүлдем қарай алмай қаласыз. Сұмдық, одан арман бір трагедияға толы. Сонымен ақ бүкіл күйзелісті, бүкіл қиналысты, мына бүкіл апатты бере білген Шәкен Айманов. Жауап бере алдық па сұрағыңызға? Жоқ, басқа жаққа кетіп қалдық па? Білмеймін, кешірім сұрайын. Тағы да сұрақ, Болатбек.
кезең контекстін айтып алсақ, бұл жерде мысалы 50-ші жылдардың соңғы жылдарында, 57-59 жылдары бірінші Михаил Колотовскийдің «Лето журавли», одан кейін Чухрайдың «Бала тасталатын» шықты. Сол кез жаңағы бір осы кеңістікте мынадай не қалыптастырды. Яғни бұрын бізде «Майдан» деген Майдан туралы фильмдер, жаңағы Сарбус, пулеметтер атылып жатқан сондай фильмдер болса, енді адам тағдыры басталды да, Майдан емес, енді адам маңызды. Осының ізін ала отырып, осындай фильмдер дүниеге келді, Майдан туралы, бірақ майдансыз. Жоқ, соғыс кезең туралы, немесе майдансыз деген. Сондықтан осы нәрсені ізін ала отырып жасады деп ойлаймын. Осы контекстте айта кеткен маңызды сияқты да. Одан кейін жылымық конъюнктурасы туралы айтқым келеді, өйткені өткенде біз нені талқыладық, тұлпардың ізін талқылағанда ойладық, мынадай нәрселер бар, ол цензурадан қалай өтті деген сияқты. Ал мына жерде ондай бегалінде анадай болды, бір непредсказуемый дейді ғой, не болып кететіні адам болжап болмайтын бір нәрсе көркете қалуы мүмкін болды да, ол көрерменнің сапасын көтеретін я бір басқа деген нәрсе. Ал мына жерде сондай бұл енді сол тұлпардың ізінен 2 жылдан кейін жатқыш. Бұл кезде соны ескеріп, әдейі сол жылымық конъюнктурасына сай примитив нәрселерді қолданып жасағанда сияқты. Цензурадан өту үшін де, бұл цензурадан қалай өтті деген сұраққа жауап. Сіз тағы бір байқаған өзгеру процесі, ол айтуда. Бұл да, мысалы, менің атым Қожа сияқты өткен талқылаған жылымық кезең бәрі айта кету керек деп ойлаймын. Ол өкінішке қарай, енді ол біз басқа кезеңде отырып, басқа кезеңді айтпай да алмаймыз, оны айтпай кетуге де болмайды. Өкінішке қарай, ол адамдар сол кезде өмір сүрді, сол кезеңнің бәрібір қолтаңбасы бар. Сондықтан өзгеру процесі дегенде, мысалы, менің атым Қожа болсын, басқа болсын, сол 60-шы жылдардағы фильмдерде андай бар. Енді Хрущевтің жаңағы немесі ғой, біз жаңа сәлет адам болуымыз керек деген да, барлық жерде сол көрінеді. Менің атым Қожада жаңағы біз ғарыш игереміз деген нелер бар да, штуктар. Ғылым адамы, ол жаңа сәлет адамы, ол кішкене ол басқа этнос емес, ол бір басқа, бір ерекше адам деген сондай айтатын. Мына жерде соны біз байқаймыз да, жол деген сол үшін берілген, өзгеру процесі. Басында ол дәстүрші, сондай жаңа нәрсені жатырқайтын, сөйтпайды, ғылымды нақтылайды, салыны істейді, жекеледі деген сияқты. Бірақ ол соңында өзгереді дегенді көрсетті, сондай бір. Бұл да өзгеру процесі, сол кезеңге тән деп айтқым келеді да, қолтаңбасы. Келіспейтін тұстарыңыз болса, рахмет. Енді Молдияр мырза жауап берер, өйткені мен өз пікірімді басында айттым, және де тек жылымықпен ғана байланыстырмайтынымды айттым бұны. Тек сол ғана жылымық қана жылу алып келіп, оған дейін ұйықтап жатқан қазақ зиялы интеллектуалдары оянды деп мен айта алмаймын тағы да. Бірақ бұл үлкен трактат, трактаттың парақтары өте көп, және де Молдияр мырза айтқандай ракурстарды, әртүрлі ракурста талдауға болады. Тағы бір нәрсе қоса кеткім келеді, осы жерде тағы да есіме келген. Шын мәнінде археолог ғалым, ол енді Молдияр мырза жат өркениеттің өкілі деді, бірақ ол осы ақсақалдың өркениетінің жоқшысы ең алдымен. Біз соны ескеру керекпіз. Сонымен қатар авторлар осы арқылы, сол археолог өзге өркениеттің өкілі арқылы мынау ақсақалдың өркениетінің ұзақ тарихы бар екендігін көрсетеді. Терең тарихы бар екендігін, өзіндік өркениеті бар сол халық екендігін көрсетеді. Және де ақсақалдың басында екеуі сөзге келісіп қалған сол өркениеттің мұрагері екендігін көрсетеді. Біз бұнда бұған да мән беруіміз керек деп санаймын. Молдияр мырза өзінің пікірін айта жатар.
барлық отарлық жүйеде екі тарап бар негізінде. Үстем тарап және отарланған тарап. Үстем тарап қашанда отарланған тарапты контрольге алып отырады. Не істеп жатыр, не қойып жатыр, не айтып жатыр, оның айтқан сөздерін өзінің тіліне аударады. Тақпақ жаса тақпағын аударады. Бірақ сонымен қатар өте қызық, бұл үстем тараптың өте осал бір тұсы бар. Мынау бағынушы тарапты менсінбейді. Сол менсінбеген кезде бағынушы тараптың жасап жатқан нәрселерін байқамай қалады. Менің ойымша бұл жерде сол да бар сияқты. Яғни, фильмден байқалады, жаңағы кесілген жерлер бірден байқалады. Мысалы үшін қазір фильмнің басында байқаңыздар, бала келе жатады, қыздардың су алып жатқан қыздарға тиіседі, бір нәрсе қылады. Сөйтіп бір апа кілем тоқып жатады, сол жерде бір музыка ойнайды. Музыканың ешқандай мәні жоқ, бір 4 секунд па сондай. Ebedейсіз, тіпті жаңағы көрініспенен музыканың арасында бір қандай байланыс жоқ. Ол жерде кесілгені белгілі, яғни бір нәрсе кесілген, не кесілген білмейміз. Бірақ сонымен қатар, мынау фильмнің ішіндегі бұл жаңағы жанама мағыналарды, подконтексттерді, бұларды байқамаған да болуы мүмкін Мәскеу менсінбегені үшін. Неге бұны айтып отырмын? Андрей Рублев деген фильм бар, Андрей Тарковскийдің. Бұл Андрей Рублевта қандай да бір не жоқ, жаңағы антикоммунистік, антисоциалистік бір көзқарас жоқ. Ол жерде Андрей Рублев деген бір суретші бар екенін, және соның жаңағы өмірі, тіпті орыс мәдениетін көрсеткен. Бірақ бұл фильм шыққаннан кейін қаншама жыл бойынша көрсетілімге кіре алмаған. Сондықтан да жылымық қаншалықты жылымық еді. Соны айтқым келіп отыр. Яғни жылымықтың нәтижесінде өткен болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Егер болмаған болса, оның да себебі осы отарлық нәрсе болуы мүмкін. Өйткені мынандай бір қызық болған, жаңағы 80-ші жылдар Түркияда, мен енді жаңағы гендерлік тақырыбын зерттейтін болғаным үшін феминист тарихында зерттеймін ғой. Сөйтіп жаңағы бірнеше феминист кітап шыға бастайды Түркияда. Сөйтіп ол апайларға сұрайды да, профессор апайларға, сендер бұл кітапты қаяқтан шығарып жүрсіңдер? 80-ші жылдар Түркияда жаңағы не болғандығын, өте үлкен қысым болғандығын, переворот болды государственный. Сол қысымнан қалай өттіңдер деген кезде профессор апай айтады дейді, бізді ешкім менсінбейтін. Не жазып, не қойып атқанымызды ешкім санаспайтын да, қарамайтын да. Сондықтан да бізді ешкім келіп бүйтіп не қылмайтын дейді да, жаңағы кітабымыздың ішіне қарамайтын дейді. Яғни отарланған менен жаңағы отарлаушы арасында қарым-қатынас. Бұл жерде де сол нәрсе болып қалған болуы мүмкін деп ойлаймын. Рахмет. Ленинге байланысты ойда сол не сияқты да, сол кезеңде жеке басқа табылуға айыпты жоқ. Сол себепті көсемді қарапайым адам ретінде көрсету керек болды да, ол да осы қолданылады. Сол себепті жаңа сіз таңдап сұрадыңыз ғой, қалай өтті деп. Ол сол себепті. Бәлкім, ол контекстті оқуға болатын шығар, бірақ қайталап айтам, мен жаңағы қайта құрудың баласымын. Қайта құру кезінде октябрят болған баламын. Және расында да Ленин культі сол кездің өзінде бар тұғын. Ленин портфельді тебуге болмайды, өйткені ішінде Лениннің суреті бар тұғын. Енді сіздер тәуелсіздік кезеңінің өкілдерісіздер ғой. Енді Молдияр мырза да айтты, мен қайта құрудың баласымын деп. Менде өмірінің кішағын бөлігі болса да, Homo Советикус бөлігі бар. Біздің кеудемізде Лениннің төс белгісі болды. Ең нағыз шындықты айтудың белгісі Ленин атамды алдамаймын деп айтатынбыз. Сондықтан да сіздердікі біздікінен мүлдем өзге көзқарас болатын болса, біз таңғалмаймыз. Және де ол қажет деп санаймыз. Және мынаны ұмытып баратырмын. Жеке басқа табынудың сынға ұшырауы ол Сталинге байланысты еді. Ленинге байланысты емес еді. Бұны ұмытпауымыз керек. Жаңағы жылымық кезіндегі жаңағы cult of personality ол жаңағы Сталинге байланысты еді. Сіздер ол шындық деп айтыңыздар, бірақ меніңше бұл фильмде ол шындықтан гөрі бауырластық сияқты екен.
есіңізде ма, анау қария анау шешен шалды қайнатып алып су алып жатқан кезде біреу шелекпен келді, біреу банкамен, біреу бидонмен келген кезде ана кісі құманды танып қояды да сосын жақындайды. То есть ана екі әртүрлі халықтың ортақ мәселесі, және бұл қарияның орнында кез келген өзбек болуы мүмкін, қырғыз болуы мүмкін, және бағана анасы айтып өткендей соңында бауырластық деген мәселені айтады да. Сосын ана Егордың өзі айтады ғой, пойыз жүріп бара жатқан кезде сен де жарты, мен де жарты, бірге болайық деп, ана бала жатсынады да оған бармайды. Оған гөрі мұсылман халқы сол жақынырақ сияқты. Мұсылман емес, тіпті отаршылдық езгіні көрген ұлттардың өзара бір бауырластығы, бірегейлігі. Меніңше акцент ұлтшылдықтан гөрі жаңағы сол отарлы елдердің ортақ трагедиясына деп ойлаймын. Өте негізінде орталық Азияның үлкен проблемасына бармақ басып отырсыз. Мынау бізде алашордашылар бізде алашордашылар шығып жатқан кезде, мынау қазіргі заманауи Өзбекстан территориясында да ұлтшылдар шыға бастады. Олар милләтшілік дейтін, бірақ олардың милләт деген нәрсесі орталық Азияда өмір сүретін барлық мұсылмандар еді. Олардың ұлт деп сипаттаған нәрсесі бұл жаңағы орталық Азиядағы барлық мұсылмандар еді. Біздің Мұстафа Шоқай да сол неде, сол топтың ішінде, тіпті Тұрар Рысқұловты да бәлкім соның ішінде қоссақ болады, түркістаншылдар деп, ол жерде маңызды болған сіздің этникаңыз емес, сіздің дініңіз негізгі кімдігіңіз еді, негізгі тиесілі неңіз еді, белонгинг еді. Ал ең алғаш орталық Азияда, тіпті түрк халықтардың ішінде этникалық ұлтшылдыққа сүйенетін ұлтшылдықты қалыптастырған олар қазақтар еді, алашордашылар еді. Енді десек те, мына жақта Тұрар Рысқұловтар, Мұстафа Шоқайлар бар, мына жақта Әлихан Бөкейхановтар бар. Бұл екі дилемма қазақ ұлтшылдығының ең үлкен дилеммасы. Үнемі жаңағы бізде жаңағы әрі ұлт дегеніміз ол тек қана этникалық қазақтар, бірақ сонымен қатар мұсылмандар да деген бір жаңағы сипатқа ие болады. Менің ойымша содан туындап отырған нәрсе сияқты. Өте керемет жерге бармақ бастыңыз. Қазір неден де көресіз, камера бірден екі құмғанға не қылады, назар аударады. Қалғандардың бәрі құмған емес, бутылка бір шелек, екі құмған бар. Ол жерде жаңағы бір кімдік мәселесі, жаңағы тағдырлас мәселе. Плюс мынаны да ұмытып бара жатырмыз. 60-шы жылдар Франц Фанонның жылда. Советтерде танымал ол адам, сонымен қатар жаңағы антиколониалист, жаңағы барлық мынау отарлауға ұшыраған халықтар бірігейік дейтін адам. Сондықтан да оның да бір әсері болуы мүмкін, бірақ мен ойымша 0,0 қанша пайыз әсері. Негізгі әсері сол жаңағы орталық Азиядағы біздің әуел баста ұлт деген нәрсені қалыптастырған кезімізде 20-шы ғасырдың басында. Соның ішіне сыйғызған нәрсеміздегі проблемалар деп ойлаймын. Сұрақтар болмаса мүмкін фильм қараймыз. Талқылаудың соңында мен мындай бір дәстүрлі сұрақ қойғым келіп отыр. Келесі талқылауларда қайталайтын. Біздің бұл жобаның тағы бір мақсаты мынау фильмді көру дағдысын дейміз ба, мәдениетін дейміз ба, қалыптастыру. Біз фильмді қалай қараймыз? Сол тұрғыдан сіздерге мындай сұрақ. Не нәрсеге мән беру керек? Сондай кеңестеріңізді айтсаңыздар. Фильмді қараған кезде, Мен енді кинотанушы болғаным үшін әрине бірден жаңағы бұл фильмде маған баяндалып жатқан нәрсе бір қандай тәсілдермен баяндалып жатыр? Бір монтаж арқылы ма? Маған мысалы үшін бір нәрсені аузыма шайнап беріп жатыр ма? Әлде өзің шайнап ал, молдияр деп жатыр ма? Яғни пландар, ракурстар, монтаж, тіпті не болды дейсіз да, одан кейінгі сахнада түсінесіз не болғанын. Жаңағы сол нәрсеге өз басым жіті мән берем. Өйткені маған сондай кино ұнайды, сондай фильмдер ұнайды.
Одан кейін барып әрине ішкі мазмұн, яғни айтылған кезде, айтылып болғаннан кейін нәтижеде не қалды қолымда? Жаңағы қолымда не қалды? Бәрі ұшып кетті ме, түсіп кетті ме, әлде қолымда, уысымда бір нәрсе қалды ма? Сол қалған уысымда қалған нәрсеге қараймын. Өте қиын сұрақ қойдыңыз. Шын мәнінде өте қиын сұрақ. Менің жалпы осы бір киноға деген көзқарасымды өзгертуге әсер еткен кісілер болатын болса, ол Әнес Бағдат, Молдияр Ергебек деп санаймын. Өйткені жаңа гуманитарлық білім 100 кітап жобасы аясында осы Әнес Бағдат, осы Молдияр Ергебектің ықпалымен деп те айтуға болады. Соның ішіне Жел Дөлөздің кино 1, кино 2 деген еңбегі кіргізіліп, сол аударылған болатын. Басында мәселен мен киноны қараған кезде сол сөйлеген диалогтарын, әрине ол өнер, оның ішінен бәрін көресіз. Ол тек қана сіз құлақпен ғана естіп қоймайсыз, көзіңізбен қабылдайсыз оны. Бірақ осыдан кейін барып, жаңағы шынымен менде мән беретін болдым, қандай ракурсте түсіндірілген, қалай жүреді, жаңағы дене қалыптары қандай, қайсысы алдыңғы планға шығады, артық планына не көріндіреді, монтажда неге мән берілген деген нәрсеге содан кейін бастап менде көңіл бөле бастадым. Шын мәнінде енді не түйесіз, не аласыз, сол маңызды деп санаймын. Бірақ екінші жағынан осындай бір талқы мәдениетінің қалыптасқаны болғанда өте жақсы шығар. Енді соңғы қояр сұрағым деп айтып отыр. Өйткені менің ұстазым Олег Михаил Борецкий талайдан Сезер кино театрында осындай талқылар жүргізеді. Бізде қазақ тілді осындай бір орта жоқ. Сондықтан да осы бір бастама басталып отырған осы бір жоба ары қарайда ұзағынан болса деген мен тілегім бар. Ол біздің тек киноны ғана емес, бір-бірімізді тануға, осы тілдің де өрісін дамытуға, осы тұрғыдағы жаңа бір ойларды жүзеге асыруда көп көмегі бар деп санаймын. Көп рахмет. Рахмет. Сонан соң кешірметем. Репликалар маңызды мен үшін. Репликалар жаттаған жақсы көрем. Әсіресе диалогтар, сонан соң үйге барып соны салып көру, өте сол кездегі есте көп қалып қояды. Мен алғаш көргеннен кейін мен ақымақ деп бір апта айғайлап жүрдім. Рахмет. Мен басында ұмытып кеттім, қазір спикерлерді таныстырып өткім келеді. Бәріңіз танып біліп отырсаңыздар да. Бүгін сіздерге Атамекен фильмі туралы өте қызықты, терең көзқарастармен бөліскен Әсет Құранбек, философия ғылымының кандидаты, Әл-Фараби атындағы ұлттық университеті философия кафедрасының меңгерушісі. Жаңа өзі айтып өткендей, ол кісі Жел Дөлөздің синема, яғни кино философиясының бір фундаменталды кітабы. Сол философия бағыты бойынша ғылыми редактор болып жұмыс істеді. Өте маңызды әрі қиын, ауыр жұмыс болды. Мен сол кезде Әсет мырзаның бір кәсіби жауапкершілік тұрғысынан жақын таныдым. Бүгін осында келгеніңізге көп рахмет. Алда осы жобамыз жалғасып жатса, тұрақты қонағымыз боласыз деп ойлаймын. Екінші спикеріміз өздеріңіз жақсы білетін Молдияр Ергебек, кинотанушы, медиа зерттеуші, өнертану докторы. Қазір Ясауи атындағы университетте қауымдастырылған профессор. Соңғы жылдары сана бағдарламасымен жұлдыз болып жүр. Сосын гендер тақырыбын зерттеуде, феминизм теориясын Қазақстанда алғашқы деп айтуға болмас, бірақ соңғы жылдарда бір қатты қозғалуына, яғни бүгінгі тілмен айтқанда трендке айналуына бір өте ықпал жасаған тұлға. Енді қазір сіздерге рахмет.
Thank